Қасқыр неге ұлиды? Ертеде халық деген бір кедей өмір сүріпті. Мал дегенде 10 шақты ешкісі, жалғыз аты және алтын қауырсынды қоразы болыпты. Ол кезде қораз айғай салып, ешкі де бақырмайды екен. Күндердің бір күнінде ақсиған түсі бар, адам қорқар түсі бар бір аң келіп, кедейдің 2 ешкісін алып кетеді. Өзі барып тұрған қаскүнем екен, қырды да кетті, деп халық күйініп кемпірі мен баласына. Ол өзі бізге қас, ешкілерді қырды, демек ол қасқыр ғой, деп қалады сонда бала. Содан бастап қасқыр атанған екен. Қасқырлар кедейдің малын қыруды қоймайды. Кеш қарайғанда тіпті қамаулы тұрған ешкіні қораға түсіп алып кететін болады. Ондайда ешкінің бар бітіретіні сақалы шошаңдап бақырады екен. Қораз болса алтын қанатын қағып жіберіп, ку-кари-ку деп айғай басады. Онысы қасқырлар келді қуа көр деп халық атайға хабар бергені екен деседі. Сол күннен бастап қораз шақыратын болыпты. Халық атай күнде қайтқанда өрістен қасқырлар жемей тастап кеткен ешкінің құйрықтарын бір етек қып жинап ала келіп жүреді. Бір күні кедейдігіне сақалы беліне түскен бір ақсақал келеді. Ол жауыздықпен күресу менің парызым еді. Мына кітапты ал, оқы, оқығаныңды көңіліңе тоқи біл. Ерінбесең дұшпаныңнан құтыласың, деп кедейдің баласына бір кітап береді. Сол күннен бастап бала кітаптан көз алмайды. Оның бар ойы жауыз қасқырды өлтіретін дәрі жасап шығару болады. Ақыры бірнеше шөп тамырларын қайнатып дәрі жасайды. Оны апарып құйыршық жемтікке сеуіп қояды. Ешкілерді үйге қамайды. Қасқырлар бірінші күні келіп үй ториды. Ешкілер көрінбейді. Екінші күн келеді. Ешкілер шықпайды. Үшінші күні қасқырлар ырылдап келіп үйдің іргесін қаза бастайды. Бірақ үйге кіруге батпайды. Ешкіден күтер үзген соң жауыздар жемтікке жиналады. Қомағайлау біреуі келген бетінде арс етіп жемтікті қуып өтеді де у деп мұрнынан шаншыла құлап түседі. Қалғандары басы ауған жаққа қаша жөнеледі. Содан бері қасқырлар у деп ұлитынды шығарыпты.